Қымбаттым әні қалай шықты сонда? Қымбаттым әні негізі ыңғайсыз айту. Неге? Біздің көрермендерге қызық болатын сияқты. Жақсы көрген қызыма арналғанмын. Және сол қыз мені ақын қылды десек болады. 3-4 әннің жарыққа шығуына себеп болған бір адам ба, әлде бірнеше адам ба? Қымбаттым әні жалпы 2017 жылы болған жағдайларға байланысты шықты. Одан кейін енді өмір жалғасады. Ары қарай өзіңе ол тақырыпты жауып, ары қарай өзің кетесің өміріңмен. Сол үшін тағы да осылай неғылған кезде өмірде болған жағдайларға байланысты өмірге тағы да бір қызықты жағдайларға байланысты шығарған өлең болатын. Демек, неше түрлі адамдарға Демек, неше түрлі қыздарға арналып шыққан әндер, иә? Дұрыс қой. Тізіммен ба? Жауап берейін ба? Иә.